Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге легендарный қазақ және де менің легендарный қазақ телеграм каналымнан кіріп отырған көрермендер, рахмет сіздерге және де қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өз басым 2 жыл тұрып кеткен қала, одан да бөлек арбайт дегеніміз бір күндік жұмыс өте көп қалалардың бірін көрсететін болам. Өз басым негізі осы қалада жұмыс жасаймын. Бүгінгі видеода сіздер осы қаланың жұмыс беретін офистарының және де осы қаладағы кафе, тамақ. Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге легендарный қазақ. Бүгінгі видеода сіздер өзім жеке басым 2 жыл тұрып жатқан қалам, одан да бөлек арбайт, бір күндік жұмыс өте көп қалардың бірін көрсетсем, бірақ та квартиралары өте нашар қала. Сондықтан да кеттік. Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге легендарный қазақ және де бүгінгі видеода сіздер өзім жеке басым 2 жыл тұрып кеткен қала, одан да бөлек арбайт, бір күндік жұмыс өте көп қалардың бірі көрсететін болам. Ендеше кеттік. Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге легендарный қазақ. Бұл влогта сіздер өзім жеке басым 2 жыл тұрып кеткен қала және де арбайт, бір күндік жұмыс өте көп қалардың бірін көрсететін болам. Және де осы қаланың жұмыс беретін офистарының адресін аласыздар, және де кафе, мешіт, магазиндардың. Ал ендеше кеттік. Ең басына келген кезінде барлық қалада бос терминал деп атады. Автобусный терминалға келесіздер. Осы қаланың терминалы, бұл қала Кёнгидо Кванджу деп аталады. Бұл демек Малый Кванджу. Корея елінде 2 Кванджу бар. Біреу Малый Кванджу, біреу үлкен Кванджу. Және де мен Малый Кванджуда тұрам. Кореяға келе салып, осы терминалдан шыға салып, ең бірінші болып сіздер Starbucks көресіздер. Бұл қалаға келгеннен кейін сіздің 2 жолыңыз бар. Сіздің уақытыңызға байланысты, егер таңертең немесе түскі уақыттарда келсеңіздер жақсы, ал түнде келетін болсаңыз, өкінішке орай осы қаладағы отельдерге қонып кетесіздер. Ал сіздерге қазір екінші вариантты көрсен, егер түнде келсеңіз не істеуге болады? Егер түнгі уақытта шықпасаңыздар не істеуге болады? Әрине мотельге ғана баруға болады, мотель немесе отельдерге баруыңызға болады. Мотель мен отельдің номер адрестерін телеграм каналыма салып кетемін, сол жерден қарай аласыздар. Және де какао мап программасын жазып алуды ұмытпаңыздар, достар. Осылай несі бар. Оң жағыңызда Starbucks болады, сол жағыңызда сіздің үлкен Daiso болады. Шыққаннан кейін сол Daiso'ның көшесіне барасыздар. Осы көшеге қазір бізге өту керек. Мінекей біз жолды өттік. Қазір бүйтіп қарасақ, оң жағымызда Daiso тұр. Ана E-Mart, біздің бос терминал. Осыдан шыққаннан кейін сіздер Daiso'ның жанынан өтіп, осы жерде қарап тұрсаңыздар, нелер бар? Отельдер бар. Отель Sky деп жалып тұр. Сол жағын қарсаңыз тағы да бар. Оң жақтарында Отель Skyға барасыздар. Отель Skyға барғаннан кейін не сөйлейсіздер? Ең бірінші сөз пан ни исайо. Ең бірінші комната бар ма деп сұрайсыздар. Исайо деп сізге жауап берсе, бар деген сөз. Және сіз бағасын құнын білу керек. Сұрайсыз. Ольмайо деп. Ольмайо. Оның бәрі телеграм каналда қазір жазып кетемін. Не қалай айту керек, не істеу керек екен. Сөйтіп келгеннен кейін барып төлеп, сол жерде бір түн ұйықтап шығасыздар. Таңертең ұйқынан тұрғаннан кейін сіздерге қайда бару керек? Мінекейіңіз Seoul Отель Sky тұр. Мына жақта мотель тұр. Мотель әрине отельден гөрі арзан болады, соны біліп алыңыздар. Бірақ та арасы бір 10 мың, 20 мың вон ғана. Ар жағында тағы бір мотель тұр. Осы жерге келсеңіздер, міне Taiwan отель тұр. Осы жерге келсеңіздер, жаңа сұрақтарды қойып кетесіздер. Ары қарай бірінші вариантты көрейік. Және де бірінші вариант, немесе сіз таңертең ерте келдіңіз Кореяға, немесе сіздер таңертең отельден шықтыңыз. Демек, міне сіздер қазір отельден шықтыңыз, таң атты, таң атқаннан кейін сіздерге барып квартира іздеу керек. Квартираны қайдан іздесе болады? Әркімге сұранып жүргенше, Корея елінде өзінің агентство бар. Осы Малый Кванджуның өзінің агентствосы бар. Орыс тілде сөйлейтін біздің Тәжікстаннан келген мұсылман бауырымыз бар. Қазір соның офисін барып көрсетемін. Міне агентство Мой дом жер жазылып тұр. Осы баланы сізге телеграм каналдан номерін жазып кетемін, және де осы жердің адресін жазып кетемін. Тура осыдан кейін келгеннен кейін, әрине қарныңыз аш болып тұрса, Муслима кафесі бар. Оқысаңыз болады, осының астында тоже адресі бар. Мекен жайы осы жердің. Мінекей. Осы мекен жайды қазір сізге жазып кететін болам. Какаоға міндетті түрде сақтап қойыңыз. Қазір тамақшылық енді. Мынау ненің іші? Кафенің іші.
Осылай қазір тамақтарын көрсететін боламын. Ең арзан тамақ 7000 вон тұрады, 8000 бәрі негізі 10.000-нан. Мына тамақтар, барлық тамақтар бар. Осылай мясо, қазанки бар. Өзіңіз қалауыңызға заказ беріп жей Өзбек кафенің шыққаннан кейін тура сол көшемен жүрсеңіздер, бұл жерде мешіт бар, намаз оқитын дейтін кісілерге. Одан да бөлек былай мешіттен кейін жүре берсеңіздер, мясо замзам деп тұр. Қазір көрсетем. Осы сол жерде біздің Қазақстанның продуктасы бар, Россияның продуктасы бар. Біздің халал еттер бар, тауық және де сиыр еттері. Ет жағынан қиналмасаңыздар болады, тамақ жағынан да қиналмайсыздар. Өз үйлеріңізге керек заттарыңызды алып, үйіңізде тамақ жасауға болады әрине. Замзам деп тұр. Одан да бөлек, кішкене оңға жүрсеңіздер, ол сол замзамнан өткенсін. Одан кейін Корзинка деген магазин бар. Ол жерде де біздің Қазақстан продукцияларын сатады. Достар, сізге бұл қаладағы минустарды көрсетіп кетейін. Минус дегеніміз квартира. Бұл қаланың, өйткені бұл қалада квартиралар өте аз, және де залог қоятын болсаңыз, залогтарды өте қымбат, және де ай сайын төлейтін ақшасы өте қымбат. Сондықтан да біздің мұсылман бауырларымыз, қазақтар, өзбектер осы неде тұрады? Жер төлеу үйлерде тұрады, өйткені олар арзан. Қазір сізге көрсетемін. Міне, мысалы, мынау район, кішкентай бір көше. Міне жер төлеу үй дегеніміз осылай төмен жер тұрады. Міне осы лестницадан түседі. Мысалы, қазір біздің қазақ бауырларымыз тұрып жатқан бөлмені көрсетіп кетейін үйді. Міне осылай барасыздар. Жер төлеу үй деген осы. Кіресіздер. Осы үй. Бұл үйдің минустары, мысалы, осындай үйде тұрғанның несі жаман. Бұндай үйлерде сырыс өте көп, жаз айларында, күз, көктем, күз айларында, қыста хотя бы жақсы да. Ал нелерде болса, жаз айларында өте қатты ыстық. Үйдің ішінде кондиционер жоқ. Бұл қалада ең басты минусы сол квартира болып есептеледі. Квартира табу өте қиын бұл қалада. Өйткені бұл қалада арбайт дегеніміз бір күндік жұмыс ақысы өте көп. Сондықтан да адамдар бұл қаладан кеткісі келмейді. Қарасаңыздар, бәріне плесень басып кеткен, сырысынан бәрі. Потолоктар қарасаңыздар, әнде жерде міне плесень. Потолок мына жерде құлап жатыр, вообще плесень басып кеткен, мінекей қарасаңыз, мына ішіне примерно су жиналып тұр. Солай өкінішке орай осындай жағдайларда тұрады адамдар. Өмір ғой. Үйіңізден шыққаннан кейін ең бірінші самушель дегеніміз офис, жұмыс беретін орынның офистің адресімен аты Паран деп аталады. Осының алдында не тұрады? Line Gym деген фитнес клуб тұрады. Одан соң осы жермен келесіздер. Мына лестницамен екінші этажға көтерілесіздер. Көтеріліп келіп келесіздер. Одан кейін осы офисқа келесіздер. Офисқа келесіздер. Осы жерде отырасыздар жұмыс күтіп. Ана жерде бастық отырады. Осы жерге келіп жұмыс тұрайсыздар. Кешкісін деп осы жалақыларыңызды алып кетесіздер. Осылай. Бұл ең бірінші офистің несі мекен жайы біліп жүретін боласыздар. Осы жерге келіп саджанға амандасып Элисайо деп сұрайсыздар. Ал құрметті достар, екінші жұмыс беретін офистің аты Хана деп аталады. Осы неде офистан мен жұмыстан шыққан болатын. Егер көрсеңіздер, менің видеома ссылка тастап кетемін, сол видеоға қарап шығыңыздар. Бұл офис кішкене табу қиындау болады. Егер алғаш келсеңіздер, міндетті түрде мекен жайын жазып кетемін. Мінекей тура осы жазылып тұрады. Оқыңыздар, Хана деп жазылып тұрады. И осының шетінде, мына киімдердің оң жағында офис болады. Осы офистен екінші этажға көтерілесіздер. Тура жаңағыдай офис болады, ішінде адамдар отырады. Сол жерге келіп, ең бірінші не істеуіңіз керек? Кіре салысымен осы жерде әйел адам бастық, әйел адаммен ең бастысы амандасу керек, және өзіңіз атыңызды айту керек. Мысалы, келесіздер, мысалы менің есімім Арсланбек. Арсланбектен есім өте ұзақ болғандықтан мен кіремді айтам: "Аньоңасайо, саламатсыз ба?"
ил исайо на ирим ара болып сөйтіп қана айтасыздар. Ол сізге айтады, отыр дейді. Отырып кішкене күтесіздер, сөйтіп барып жұмысқа кетесіздер. Осы қалада ең жақсы офистер осы екі офис, қалғандар да бар. Бірақ та өкінішке орай ол жерде жалақылар кішкене аз да болып келеді, достар. Рахмет. Ал енді тек қана қыздары келетін мен сізге самошелді көрсетейін. Офисті міне тура осы Риченсе апатты болады. Соның осы оң шетінде Хиоман Инлёк деген бар. Бұл жерде тек қана қыздар келеді негізінде. Бұлай көтерілесіздер. Хиоман Самчың дейді. 3-ші этажға көтерілуіңіз керек. Осымен осы жерде қыздарға өте жұмыстар көп болады. Ана самый жерде ұлдарға жұмыс бар, және қыздарға да жұмыс бар. Ал мына жерде тек қана қыздар ғана жұмыс бар. Рахмет.